Құрметті домбыра үйренуші, үшінші бөлімді басқа кетіп жатырмыз. Екінші бөлімді, екі бөлімді яғни дұрыс үйрендіңіздер деген үміттемін. Енді үшінші бөлім қиындау бөлім. Біраз сұрақтарыңыз туы мүмкін. Дегенмен барлығын асықпай тәптіштеп түсіндіруге тырысамын. Яғни бірінші бөлім, екінші бөлімнен қайырмасы бар. Бәрін орындағаннан кейін үшінші бөлімге кетеміз. Асты 14, үсті 0 деген ашық білесіздер. Қағыз, төмен жоғары төмен, тезірек, екі асықпай. Бұнда екі рет ойнаймыз. Одан кейін 14-ті қала береміз, үсті сұқ саусақпен 9-ды басамыз. Бұл үстіңгі шек. 9, сол ритм қалады. Одан кейін астында 10-шы. Бұны да осы сұқ саусақпен тағы айтамын. Астында 14 қала береді, бұны жібермейміз. Үстінде 9 қалады, 10. 9. 10, екіншісі. Енді 12-ні мұна, ортаңғы саусақпен бассаңыз да дұрыс болар. Енді 14 қатарынан бірге былай басамыз. Міндетті түрде былай басыңыздар. Қайттан 12, 10, кешіріңіз. Енді 12. Құрметті домбыра үйренуші, бұл сәл қиындау болуы мүмкін. 14 пен үстіңгі 9-ды басқан. Ол үшін егерде саусағыңыз жетпесе, екі тәсіл бар. Айтып өтейін. Алып тастайсыз қолыңызды, қолын босатасыз да, 14-ті басасыз да. Мына кейс дейді ғой, соның бәрін алға қарай итеріп 9-ды басасыздар. Яғни мына иықтың бәрі көмегімен, мысалы, бұлай жетпей тұрса, итеріп, созып жеткізуге болады. 10. Егер тіптен жетпей жатса, онда 9-ды 0 деп ала беріңіз. Ештен кетпейді. Сонда, мысалы, 14, бірінші сөйлем, екі қайталаймыз. Үшінші сөйлем 9 ғой, оны 0 деп алуға болады. 10-нан бастайсыздар. 12, 14, 10, 12 деп 9-ды 0 ретінде алуға болады. Бірақ дайындалып саусақтарыңызды созып жеткізуге болады негізінде. Кез келген адамдікі. Тек біраз машықтану керек, және міндетті түрде қолды бәрін босатау керек. Ұмытпаңыздар, тағы айтамын, босатсаңыздар шығады. Бұл аса қиын емес, түсінікті деп есептеймін. Ары қарай кеттік. Енді қараңыздар. Бұл жерде үстіңгі шек барлығы ашық болады, 0 болып тұрады. Сондықтан сіздерді қайта-қайта артық информация бермеу үшін тек астыңғы шекті ғана жазып шықтым. Үсті бәрі 0 болады. Яғни екі шекпен ала береміз. Үсті бәрі 0. Еркемай сияқты. Алғашқы бірінші сабақта еске түсіріңіз. Яғни 14, 14, 14, 14. 14 қала береді. Төмен, жоғары, жоғары, жоғары болады. Ары қарай екіншісі 14, 12, 14, 12. Тағы да қайталаймыз. 14, 12, 14, 12. Құрметті домбыра үйренуші, міндетті түрде мен сіздерге көрсетіп отырған саусақтарды қолдансаңыздар, өйткені басқа саусақтарды қолдануға болады әрине, бірақ тез ойнағанда осы мен ұсынған саусақтар өте ыңғайлы. Сондықтан осы бастан қиын болса да әдетке айналдырып көрсеңіздер. Тағы көрейік. 14, 14, 14, 14. Екіншісі 14, 12, 14, 12, 10. 14, 12, 14, 10. Барлығы бір төмен, үш жоғары біліп отырсыздар, ары қарай 14, 16, 14, 16. Бұл жерде 14-ті ауысуға болады. Тағы да 14, 16, 14, 16, сосын қайта 12, 14. Бұл жерде намен басуға болады. Не болмаса қайттан көтеріп, деп қайсын ғали сосын ойнауға болады. Ары қарай 14, 16, 17, 16. Бұл төртінші сөйлем. Осы жерде, Оны 14 міндетті түрде
саусақпен келсеңіздер 14, 16, 17, 16. Бұны осы 3 саусақпен басыңыздар. 14, 16, 17, 16. Енді 14, 14, 14, 10. Әзірге қой тұрайық. Енді осыны біз толық өнеп берейін сізге. Деп ойнадық. Енді ары қарай 12, 16, 14, 16 сәл жылдам ойнаймыз, е? 4-5-ның ішінде тұр. Сонда жылдам ойнағанда 3-ші бөлім осы жері былай болады. Міндетті түрде қай жерде жылдам, қай жерде асықпай екен ритмді ұстаңыз. Өйткені ұстамасаңыз кейін дұрыс үйренбей қиынға соғады. Ары қарай кеттік. Бұл жалғасы. Енді қайттан 14 басаңыз сұқ саусақпен. 14, 16, 17. Тағы да. 17, 17, 17, 17. Енді 16. Тағайдан мұна саусақтарды осылай пайдаланыңыз. 16, 17, 17, 17, келесі 16, 17, 17, 17, келесі 16, 17, 17, 16. Көріңіздер ғой. Енді 14, 14, 14, 10. Бұдан кейін біздің есік танысымыз. Осыны еп берейін. Осы ретте айтып кетейін. Бірінші төмен қағаздар бар ғой. Төмен, жоғары, жоғары, жоғары. Бір төмен, үш жоғары. Сол әр сөйлемдегі төмен қағазға біраз қолыңызды соғып орындасаңыздар дұрыс болады. Яғни мен ең басынан бастап отырмын. Қолыңызды сермеп соғып отырсаңыздар, кейін жылдам ойнағанда бұл әдетке айналады да өте жақсы дыбыс шығады. Ары қарай кеттік. Бұл 3-ші бөлімнің жалғасы. Әлі 3-ші бөлімдеміз. Енді мына осы жерге келгенде 17-ні мына шынашақпен бассаңыздар, бірден. Тағы да былай келсеңіздер болады, не болмаса мына саусақпен келсеңіздер болады. Қайсысын қалай соны басыңызға болады. Енді қараңыздар, 17-ні тап тұрасыздар, үсті 12. Естеріңіз болса, 3-ші бөлім ең басында көргенімізде 14, 9 деп. Дәл сол принцип, тек 17 стайды, үсті 12. Жылдам ойнаймыз. 14. Осы саусақтар пайдалансаңыздар. 16, 17, 14, 16. Құрметті домбыра үйренуші, мынауды дәл 14-тегі сияқты 17-ні үсті 12-ні басу қиындау болуы мүмкін. Сондықтан әдісті тура алдындағыдай әдісті пайдалансыздар. Соғын бостап, егер де тіпті болмаса шықпай жатса, әзірге онда 12-ні 0 деп ала беріңіздер. Сонда деп ойнай беруге болады, яғни үстіңгі 12 орны 0 деп. Бірақ
тағы айтам, егерде дұрыс қолыңызды бос ұстап біраз созыңқырап ойнасаңыздар әбден шығуы мүмкін. Тек күшілеп ойнау керек. Ары қарай кеттік. Ары қарай бағанағы мысалы 12, 14, 16 деп аяқталғаннан кейін осы жерге көсеміз. Бұл қайттан тек үстіңгі шек барлығы ашық болғаннан кейін тек қана астыңғы шекті ғана жаздым. Бір төмен екі жоғары, екі шекте. 7, 17, 17, 17. Енді қараңыздар. Тура алдындағыдай ауысамыз. 16, 17, 17, 17, 16, 17, 17, 17. Үшінші бөлімнен алғашқы бөлімшелерінде бар, егер қарасаңыздар. Сосын 16, 17, 17, 16, 14, 14, 14, 0, 12 деп көресіздер. Бұның бәрін асықпай шығарыңыздар. Бір рет ойнайсыздар, бірақ жаттағанда дәл мен сіздерге бөліп кусок-кусокпен көрсеткендей сөйтіп жаттасаңыздар, жаттағаннан кейін әрқайсысын қосып ойнасаңыздар дұрыс болады. Мен әдейі өстіп бөліп сіздерге арнайы көрсетіп отырмын, жаттауға ыңғайлы болсын деп. Енді үшінші бөлім сәл қалды аяқталуына. Енді 14-тен бастаймыз. Қайттым 14. Жалғасын ол. 14, 2 жоғары, қайт. Енді сәл өзгеше 16, 17, 16, 17, 16, 17, 17, 16. 14, 14, 14, 0. 12, 14, 0. Қарасаңыздар, қағыс өзгеріп кетеді. Ертең жылдам ойнағанда жақсы, анық шығару үшін осы күйде міндетті түрде осы қағыстарды пайдалансаңыздар, яғни бірінші бір төмен үш жоғары, одан кейін төмен жоғары кетеді. Енді мен сіздерге ең басынан бастап, үшінші бөлім ең басынан бастап очерген ойнап берейін. Ең басынан бастап орташа темпте. Барлығын ойнадық. Енді үшінші бөлімін аяқтаймыз. Құрметті домбыра үйренуші, үшінші бөлімнің ең соңғы жағы біраз қиындау болуы мүмкін. Үсті 12-ні ұстап тұра береміз бүкіл жерінде. Асты 14. 14, 12, 14, 14, 12, тағы да. Дәл сол қағыз. Енді 9, 9, 9, 5. Бұл екінші бөлімде дәл осындай бір кузов бар, соны еске түсіріп қоя саласыздар. Яғни жылдам ойнаңыз, былай болады. Енді мынамен қосатын болсам, алдындағы кусокпен қосайын, осы дәл алдындағы. Тағы айтам, асықпай
шығарсаңыздар бәрі шығады. Ритмді ұмытпаңыздар. Осыдан кейін мына біздің ескі танысымызды яғни ойнадыңыздар. 9 деп сосын ескі таныс, иә? Осыны алып қоя саласыздар. Кейін дәл осы жерде екінші бөлімнің ең аяғында болу, соны қоя саласыздар. Тағы да арғы жалғастырып. Осыдан кейін бізде қайырмасы болады. Қайтадан қоясыздар. Деп үшінші бөлім аяқталады. Құрметті домбыра үйренуші, енді мен осы үшінші бөлімді сізге толық ойнап берейін. Негізгі жылдам темпте. Өзіңіз үйде ойнағанда қалай шығу керек екенін өзіңіз тексертсеңіз болады. Деп үшінші бөлім толық аяқталады. Құрметті домбыра үйренуші, бұл өте қиын бөлім, өздеріңіз байқап отырсыздар. Мен сіздерге ұсынған кусокпен дайындалыңыздар. Және қай кусок қайсынан екенін өздеріңізге белгілеп, жазып, жаттап отырсаңыздар дұрыс шығады. Үй тапсырмасын жіберуге асықпаңыз. Әбден пісіп жетілгенше дұрыстап қайта-қайта ойнап, жоқ дегенде әр отырғанда бір 3-4 рет ойнасаңыздар, сол кезде дұрыстап шығады. Осыменен ең қиын бөлімді аяқтадық. Кейінгі бөлімдер аса қиын болмауы мүмкін. Дегенмен күштеп тұрып дайындалып ойнаңыздар.